достар, қайырлы күн. Бүгінгі тақырып әке-шеше қылықтарының балаға әсері. Яғни бұл Әйгерім Тұрақұлованың «Балам жақсы болсын десеңіз» атты кітабынан кішкене ғана үзінді. Әке-шеше қылықтарының балаға әсері. Баланың іс-қимылына қарап-ақ, оның қандай отбасында өскенін аңғару қиын емес. Өйткені баланың ес-білгеннен қалыптасқан іс-әрекеті, ұяда не көрсең, ұшқанда соны ілесің келері сөзсіз. Отбасының балаға жасаған іс-әрекеттері қандай болсын, бала бойында да сондай іс-әрекеттер қалыптасады. Бұл турасында тәжірибелеген педагог Бақыт Кәкіжанқызы мынадай ой айтады. Ата-ана бала тәрбиесіндегі басты тұлға. Сондықтан әке де, шеше де балаларының жан дүниесіне үңіліп, мінез-құлқындағы ерекшеліктерді жете білгені жөн. Балалармен әңгімелескенде олардың пікірімен де санасып отырған орынды. Өз баласымен ашық сөйлесе алмай, сырласа білмейтін ата-аналар. Екеумізде де жұмыстамыз. Кешкісін үй шаруасынан қол тимейді. Баламен сөйлесуге уақыт жоқ. Негізінде әке мен шеше ұл-қыздармен үй шаруасында да жүріп-ақ әңгімелесіп, ой бөлісуге неге болмасқа? Жанұядағы жанжал, үлкендердің аузына келген сөздерді айтуы, баланың көзінше басқа біреуді сөгуі, біреудің сыртынан өсек айтуы балаға теріс әсер етеді. Бала алдында ата-ана мен үлкендердің әдептілік танытқаны жөн. Мысалы, арақ пен темекінің толып жатқан зиянын біле тұра, балалардың көзінше арақ ішіп үсті-үстіне темекі тартқандар бар. Көрінген таудың алыстығы жоқ дейді. Ертең-ақ ұл мен қыз өсіп, ұл өсіп, ер жетеді, қыз өсіп, бой жетеді. Сонда арақ пен темекінің зиянын қалай ұқтырамыз? Негізінен жанұяның шырқы бұзылған ата-анасы маскүнемдікке салынған немесе жарамдық жағынан азғындайтын ортада бала жасөспірім қалғаны өте жиіркенішті. Басқа өмір оң салды немесе теріс тәрбиеге тез бой алдыруы мүмкін. Егер осы теріс жолға мүлде бет бұрып кетсе, онда бәйтеректің бір бұтағы қисық өсті дей беріңіз. Бақытсыз қыз, бұзақы ұл шығады. Сонда негізгі кінәні кімнен іздейміз? Ал достар, видео ұнаса, каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі видеоны тағы да күтіңіздер.